Енді құрметті қонақтар, білесіздер, жаңа біздер қонақтарымызды неге алып шықтық. Оның барлығы бүгінгі тойдың қызығы болсын деп арнайы мінекей шақырылған қонақтарымыз бар, өнерпаздар болсын деп, пародия болсын деген тілегімізбен тойымыз жалғастырамыз. Құрметті қонақтар, білесіздер, әр тойда біздер әр халықтың биін билеттіретін едік. Енді сол әр халықтың өз өнерпаздары келіп отыр осы жерде. Құрметті қонақтар, дайынбыз ба? Қол соғып қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Қанекей, балаларды ұстап отырыңыздар, құрметті қонақтар. Кеттік, ең бірінші бізде өзбек халқынан келіп отырған. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Шөкран Мака, Азиза бабыз. Кеттік. Өзбекстаннан келген қонақтарымызды қарсы алыңыздар. Ортаға шығай, ортаға. Ортаға жаққа. Қошемет көрсетейік. Ал енді кеттік, келесі бізде орыс халқы деп жатырмыз. Дядя Иван чөчекати деп қойықшы. Қошеметтеріңіз, қарсы алыңыздар. Аллай бүгін елорда Астананың төріне келіп жатыр. Өздерінің би өнерімен. Если нам скажут ваш поезд, спасибо. Или что очень скучать не пришлось. Дядя Иван, спасибо. Первый бит за любовь. Спасибо. Хорошо танцуйте. Спасибо. Лезгинка, кеттік ал. Дуол шабақтап қойыңыздар. Рахмет. Қол соғып қошемет көрсетейік ардақты ағайындар біздің қонақтарымызға. Ал енді келесі арнайы қошемет керек, құрметті ағайындар. Сонау араб елінен келіп отырған Шейх мырза. Арулармен Рахмет, Фатима ханым, рахмет.
Мен жаңа ойлағам, араб шейхсі 4-5-еумен келемеді. 4-еуіне ұстап кеткенсіз ғой дейме. Бұлай қызық болсын деп біреумен келіпсіз ғой. Рахмет шейх қозға. Сізге рахмет. Сонау жақтан Астанаға арнайы осы Бекзаттың тойына келіп отқан. Сізге рахмет. Сіздей адам бізге келудің өзі бір мәртебе ғой. Қосылып қошемет көрсетейік ардақты ағайындар. Ал енді келесі бізде үнді қалға. Рахмет дейді. Жимидің есін қатырдыңыз ғой. Мен Жими жақсы білейма десем, сен бірінші Қазақстандағы Жими ақырындап берейді сияқты дейді. Болса, қошеметтеріңіз аямаңыздар. Ал енді құрметті қонақтар қалай тұрамыз? Қалай тұрамыз ба? Общий фото жасайық. Шейх мырза, рұқсат па?